Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы қазір Қазақстанда қызылша немесе кор деген ауру өте қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан да сіздерге осы видеода мен осы бір ауру туралы толығымен айтып беретін боламын. Видеоны бастамастан бұрын мен сіздерге қызылша мен желшешекті, яғни ветрянканы шатастырмауды сұрағым келіп тұр. Себебі бұл екеуі өте ұқсас аурулар болғанмен бір-біріне ешқандай қатысы жоқ аурулар. Сонымен қызылша ауруы вирустық инфекциялық ауру. Және де қызылша көбінесе балалардың жасында кездескенімен де ересек адамдарда ауруы мүмкін. Қызылша ауруы тыныс алу жолдары арқылы, яғни ауалы тамшылы жол арқылы жұғады. Әрине, қызылша контактылы жолмен де жұғуы мүмкін. Мысалға, вирус бар жерді қолыңызбен ұстап, одан кейін көзіңізді, мұрныңызды немесе аузыңызға қолыңызды апарсаңыз, сізде қызылшамен ауырып қалуыңыз мүмкін. Жалпы қызылша ең басында инкубациялық кезеңмен басталады. Оның ұзақтығы 10-14 күнге созылады. Инкубациялық кезең дегеніміз біз ауруды жұқтырдық, бірақ та ешқандай бізде көріністер көрінбейді, яғни симптомдар көрінбейді деген сөз. Ары қарай бізде екінші кезең басталады. Екінші кезеңнің басында бізде КР деген симптомдарды көре аламыз. Яғни кашель, яғни тоқтамайтын жөтел. Конъюнктивит. Конъюнктивит бізде көзіміздің жасаурауымен, жарықтан қорқумен және де қышу сезімімен көрінеді. Ринит, яғни мұрындағы шырышты қабаттың қабынуы. Ол мұрнымыздың толуымен көрініс табады. Ары қарай бізде энантема кезеңі басталады. Энантема кезеңінде біз аузымыздың шырышты қабатынан әртүрлі бөртпелерді көреміз. Соның ішінде филактов коплек деген бөртпелерді көруге болады. Бұл кезең 4 күнге созылады. Ары қарай бізде экзантема кезеңі басталады. Бұл кезең 3 күнге созылады. Экзантема кезеңінде біздің денемізде жоғарыдан басталып төмен қарай, яғни басымыздан басталып аяғымызға қарай өрбитін бөртпелер пайда болады. Және де осыдан кейін ең соңында біз қызылшадан жазылу кезеңін өтеміз. Яғни ең соңғы кезең жазылу кезеңі. Егер қызылшамен ауырдым деген күдік болса, дәрігерге жүгінгеніңіз дұрыс болады. Жалпы қызылшамен негізінен вакцина алмаған адамдар ауырады. Сондықтан да егер вакцина алмасаңыз, сізде кормен ауруға өте жоғары мүмкіншілік туындайды. Сол себепті менің пікірім бойынша вакцинаны міндетті түрде алу керек. Жалпы видеоның соңына да келіп қалыптық. Видеоны аса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Ең бастысы білімдеріңіз шарықтасын.